Сүйікті қыз аяулана, адал жар, жанашыр бауырға арнау. Дәкен қызы Бақытгүл. Ана, жұлдыздай бір ағып өттің өмірден. Сағынышым кетер емес көңілден. Жыласақ та енді бізге келмессіз. Тек түсімде маған келер елессіз. Кімге енді сыр шертемін, анашым? Сені ойлап, сарғаяды балашың. Әкем де жүр, тек біз үшін бекем боп, үйіміз тұр, күн түспейтін мекен боп. Сылдыр күлкің, нұр бейнең де сұлуым, сағындырды жүректегі жылуың. Ұл мен қызың өзіңді аңсап жылайды, осы өлеңмен өміріңді жырлайды. Өскеменнің Шеңгелді атты ауылында, Дәкен атаның отбасындай қауымында, сен келгенде кірген екен берекесі, Марқа көлде тойға ұласып мерекесі. Мінезіңді бере салған Тәңірден, жаралы бең дос болуға бәрімен, алғырлық пен пысықтығың байқалып, сен кіріскен істің бәрі жайқалып, құрдастардың ұйтқысы болған ең, өмір бойы сыныптасты қолдап ең. Өжеттілік байқалған соң болмысынан, әкесі аттандырды құрылысына, Өскеменде білім алды саласында, мақсат қойып еңбек ету даласында. Құрылыстың игісін бастауды, әкесінің бар үмітін ақтауды. Студенттіктен бірге жүрген құрдастар, ғұмырыңда сыйлап өткен жолдастар, сіз кеткенде қалған еді қиналып, солар бүгін асыңа келді жиналып. Оларға жетпей жүрсің күніндей, ортасында әзілің мен күлімдей. Диплом менен білімі де расталып, туған жерде еңбек жолы басталып, ұжымында ширақтығы байқалған, аудандық ВЛКСМде секретар боп сайланған. Жол сілтеген үлгі еді жас буынға, сыйлы еді жұмыстағы бар қауымға. Нәзік болып жаратса да жүрегін, құрылыста прораб болып жүретін. Қызметінде еңбектері көрініп, биіктерден марапаттар беріліп, жұмысына барын салу ереже берген еді, абырой мен дәреже. Жүрегіңнің төрін бердің жарыңа, бақыт қандай адал болған жаныңа. Бұл дүниеде риза саған мырзашың, қосағыңа сен де ана ризасың. Келін болып аттағалы табалдырық, ата-енеден бата алуға амал қылып, қайын жұртты туғаныңдай көріп ең, ана болып ұрпағыңмен өніп ең.
Қайынаталардың есімдерін атамай, қарата деп ат қойып ең саратадай. Олар сенің пейіліңді сезінген, жоқтап отыр сағынышты сезіммен. Гуля жаным, Назеркемен жасыланың ер жетті ғой арқаңда. Солар үшін шырылдап ең әр таңда, еңбегіңмен жағдай жасап балаңа. Сырқатыңды көрсетпедің анаңа. Балаларды жетеледің мақсатқа, абыроймен ие бол деп жақсатқа. Ол мен қызың ақтаймын деп үмітіңді, ізденуде өткізіп ет күні түнді. Жасминіңді қызықтатты балашың, шөбереге бата беріп анашың. Қарт анамен немереңді сүйгенің, періштеге бар тәттіні үйгенің. Алда тұрған қызықтарын солардың, қосағыңмен бірге көрсем дегенің. Жұмысыңды тоқтатпадың сырқаттан, қуат алып жүргендей бір сол жақтан. Дертің қинап тұрса дағы жасырын, күлімдебең білдіртпестен асылым. Бірақ қайтем, жоспар құрып жүрсе дағы пендесі, үміттерге толы болып кеудесі. Қарсы шығар бұйрығына Алланың, ақталмайды ешбір құлдың әуресі. Айырылып қалып ең сүйікті асылдан, үйіндегі бірге көрген асырдан. Қалды енді жүректері жаралы, жарын беріп мырза шотыр қаралы. Жан бауырым, ғұмырың неге сонша шолақ екен? Расында адам деген қонақ екен. Ананың кім жетеді қадіріне, қимаймын асыл жанды қабіріне. Қарт анаңда қалды сенен айырыла, бұл қазадан қабырғасы қайырыла. Жылап отыр, 60-сына жетпеді-ау, жалғыз ұлдың тойын балам көрмеді-ау. Келін әкеп орамалын тақпады-ау, жас отаудың ақ шырағын жақпады-ау. Жаратқанның маңдайына жазғаны, өміріңнің нәрі бітіп тозғаны. Анашыңмен бауырларға ауыр тиді қайтейін. Кімге оңай жақыныңның бұл өмірден озғаны. Гүләй деп еркелеткен туыстар мен достарын, қол жаяды айтып саған қоштарын. Қолдан келер амал бар ма тіріге, тек келері дұғаларын бағыштау ғой біріге. Қимасақ та ұшар әруақ көгіне, жаратқаным рахым берер көбіне. Анашымды сүріндірмей сынақтан, қабыл алшы жұмағыңның төріне. Аяулана, сүйікті перзент, адал жар, қимас бауыр, асыл әже, жақын дос, дәкен қызы Бақытгүл ана. Жатқан жеріңіз жайлы, төріңіз жұмақ болғай.